Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Нөмірі 89 мектеп-лицейінің тарих және география бірлестігінің ұстаз оқыса ұлт оқиды жобасы негізінде Сапарғали Бегалиннің «Шоқан асулары» атты кітабын бірлестікпен оқып талқыладық. Шығарманың тақырыбы мен негізгі идеясы. Шығарманың тақырыбы Шоқан Уәлихановтың Қашқарияға жасаған сапары. Негізгі идеясы білім мен ғылымның осы арқылы елге қызмет ету. Автор биік асуларды адам өміріндегі қиындықтармен байланыстырады. Асулар мақсатқа жету жолындағы кедергілердің символы. Шоқан сапары. Шоқан Қашқарияға құпия түрде сапар шегеді. Ол саудагер кейпінде жолға шығып, қауіпті тау асуларын өтеді. Сапар өте қиын әрі қауіпті болады, бірақ ғылым үшін, ел үшін Шоқан осы тәуекелге баруға мәжбүр болады. Жалпы бұл шығармада Шоқан батыл, білімді, табанды тұлға ретінде сипатталады. Ол ешқандай қиындыққа мойымай, мақсатына жету үшін аянбай күреседі. Оның бойында отан сүйгіштік, жауапкершілік және ғылымға деген шынайы қызығушылығы біліне бастайды. Автор табиғат суреттерін кеңінен қолданады. Биік асулар мен қатал табиғат Шоқанның мінезін ашуға көмектеседі. Асулар өмірдің сынағы ретінде берілген. Бұл шығармада патриоттық рух басым. Шоқан асулары шығармасы оқушыларды, жастарды елге қызмет етуге, білім алуға тәрбиелейді. Шоқанның өмір жолы жастарға үлгі. Биік асуларды бағындыру, биік мақсатқа жетудің негізгі белгісі. Құрметті тыңдаушылар, Шоқан Уәлиханов Шоқан асулары бұл бізге биік тауларды ғана емес, биік рух пен биік мақсаттарды қамтиды. Шоқан Уәлихановтың өмірі батылдықтың, білімге деген құштарлықтың, адалдықтың жарқын үлгісі. Ол қиындықтардан қорыққан жоқ. Білім жолында ғылымға қорықпай тәуекелге. Бұл шығарма барлығымызға үлкен ой салды. Өмірдегі әрбір асу алға қойған мақсатымызға жету жолындағы үлкен сынақ екен. Егер біз білімділікке ұмтылып, табандылық танытатын болсақ, биік белестерді бағындыруға болады екен. Сондықтан да Шоқан сынды тұлғалардың өмірге беріп кеткен бағдарын алдағы болашаққа сеніп насихаттауға болады екенін ұқтық.